Мұсылман шариғатында адамдардың еркіне қалдырылған мүбах яки ерікті істер бар. Мысалы, тойлардың, мерекелердің өту жолдары, салт дәстүрлер әрбір халықта әркелкі. Олардың барлығы шариғатқа сай келмейді деп айтуға болмайды. Керісінше, олар әрбір мұсылман халықтың ғұламаларының көз алдында және олардың мақұлдауларымен сан ғасырдан бері атқарылып келе жатқан ғұрыптар. Сондай ұлттық ерекшеліктерді, тілдік ерекшеліктерді жоққа шығару және дәл арабтардікіндей етуге тырысу білімсіздік. Өйткені адамзаттың ұлт пен ұлысқа бөлінуі Құр'ани кәрімде аталмыш аятта айтылғандай жаратушының адамзатқа орнатып берген мызғымас заңы, ал жаратылыстық заңға қарсы шығу шала сауаттылардың ісі. Қазақ халқының ислам дінімен таныс болғанына 1200 жылдан астам уақыт өтті. Содан бері салт санасы, әдет ғұрпы, әдебиеті мен мәдениеті мұсылмандылыққа бейімделіп, ақырында ислам діні халық ділімен біте қайнасып, ұлттық болмысымыздың ажырамас бөлігіне айналды. Ислам шариғаты дұрыс ұғымдарды, ізгі мұраттарды бекітіп, дұрыс емес ұғымдарды тоқтату үшін келді. Сондықтан мұсылман халықтарының дәстүрлерінің тұтқасы шариғат болып саналады. Халық ұстанған дұрыс әдет ғұрыптар ислам заңнамасындағы құқық нормаларының бастауы. Аллах Тағала Құр'ани кәрімде «Худил афуа ва'мур бил урфи вa'рид анил джахилин», яғни ғафу жолын ұста, ғұрып пен әмір ет және надандардан теріс айнал деп бұйырды.